Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте жұқа, дәмді болып пісетін блинныйды бірге жасайтын боламыз. 2 жұмыртқаны жарып алып, табамызға салып, жақсылап араластыра отырып, қасықтың ұшымен тұз саламыз. Содан соң май, сүт, 3 аш қасық қантымызды салып араластыра отырып, ұнымыздың азырақ бөлігін салып, аз-аздан араластырамыз. Ұнымыздың барлығын біркелкі етіп араластырып алғаннан кейін барып, 2-ші кеседегі сүтімізді құямыз. Оны құя тұрып жақсылап араластырып, сұйық массамыз шығады міне. Өте сұйық, әдемі, іртіксіз, содасыз сұйық массамыз дайын. Енді біз табамызға құйып пісіре бастаймыз. Міне, содасыз да ажурный блины дайын. Достар, егер кез келген объемда блинны дайындайтын болсаңыздар, үстіңіз 1 литр болса, жарты килограмм ұн қосасыз. Немесе 500 болса, 250 грамм ұн қосасыз. Сонда блинныңыз біркелкі тонкий осындай әдемі болып шығады. Сосын сүтіңіздің тең жартысын бірінші ұн салмай тұрып құйып араластырасыз. Ұн салып болғаннан кейін екінші бір бөлігін салып араластырсаңыз, сонда сізде іртіксіз сұйықтық пайда болады. Менің рецептіммен өте дәмді, жұқа блинлар дайындайсыздар деген үміттемін.